Достар, қысқаша түсіндірейін. Трейдинг вьюді ашасыздар. Соған кіргеннен кейін анау екі таяқшаны басасыздар ушканың жанында. И ең астына түсіресіздер. Астына түсірген кезде редактор пайын деп тұр, соны басыңыздар. Сосын мынандай уақыт ұстайды. Сол кезде мынандай жазулар шығады, соны өшіріп тастайсыздар. Мен де новичокпын, достар. Просто мен баға көргенімді жаттап, соны сіздерге көрсетіп отыр. Полный өшіресіздер, о 1-ге дейін. Сосын мынандай болады. Осындай болғаннан кейін жаңағы Telegram каналға кіресіңдер. Telegram каналда жаңағы жігіттің беріп отқан индикаторларына кіріп, скопировать етесіздер. Копировать деп шығады өзі ана. Соны копировать етесіздер. И содан кейін жаңа жерге келіп қайттан ставить басасыздар. Анау паста деген тұр ғой, соны басасыздар. Сол кезде мынандай жазу шығады. Разрешить ставку деген басасыздар. И міне былай қойылады. Сохранить дегенді басасыздар. Қайттан трейдинг вьюға кіресіздер. Екі таяқшаны басасыздар. Индикаторды басасыздар. Индикатордың ішінде мой скрипт деген бассаңыздар мынау шығады. Сонымен болды. Бітті.